Жанар алғаш рет бұл үйге келін болып түскен күні ақ Ерланның назарына ілінді. Ұзын бойлы, талдырмаш денелі, жүзінде әрдайым жылы күлкісі бар Жанар қайнағасына бірден әсер етті. Ауылдың салты бойынша келіндер үлкендерге иіліп сәлем салғанда, Жанардың ибалы қимылы Ерланның көңілін баурап алғандай болды. Үйге кірген сәтте Жанар бірден шаруаны қолға алып, өз орнын тез тапты. Қонақтарға шай құйып жүрген оның қолдарының жеңілдігі, жүгіргенде желпілдеп тұрған ақ орамалы, сөзге шешен, бірақ биязы мінезі Ерланды еріксіз ойға қалдырды. Ол мұндай қарапайымдылық пен тәрбиені бұрын-соңды байқамағандай болды. Кешке жақын үйге тыныштық орнап, қонақтар тарап кеткенде, Ерлан Жанардың үйде жасайтын тірліктеріне көз салып отырды. Келіннің ешбір ерінбестен шаруаға кірісіп кеткенін көріп, оның жауапкершілігі мен ұқыптылығы қайнағасының ойында таңданыс тудырды. Бірақ Ерлан бұл сезімдерін сыртқа шығармады. Ішінен мына келін әдемі екен деп ойласа да, сол ойды тереңге жасырып, өзін сабырға шақырды. Жанардың таза көңілі мен тәрбиелі қылықтары Ерланға одан сайын ұнай бастады. Келіннің әр қимылы, сыпайы мінезі оған бір жылылық пен сүйсініс әкелді. Сол сәттен бастап Ерлан Жанарға ерекше көзқараспен қарай бастады. Ерлан көп жылдан бері бойдақ еді. Жұрттың көбі оның ажырасқанын ұмытып та кеткен. Ал оның өзі сол күндерді ешқашан ұмытқан жоқ. Бірінші әйелінен айырылған сәтте өмірі күрт өзгеріп кеткендей көрінген. Ол әйелін әлі де аңсап жүретін, кейде жалғыз қалғанда өткен күндерді есіне алып, мұңға батып кететін. Ерлан бұрынғы жұбайының мейірімді жүзін, жұмсақ дауысын, өзіне ерекше назар аударып, қамқор болғанын жиі ойлайтын. Олар бірге өткізген бақытты күндерді есіне алғанда, жүрегін бір ауыр сезім басып, сол күндердің қайтып келмесіне іштей өкінетін. Қайнағасының ішкі дүниесін ешкім білмесе де, Ерлан ішінен сол әйелін аңсап жүрді. Бірақ бұл сезімді сыртқа шығармайтын. Күні бойы отбасының шаруасымен айналысып, ағайын туысқа көмектесіп жүргенде, мұндай ойлардан арылуға тырысатын. Алайда кешкісін жалғыз қалғанда өткеннің елесі қайта оралып, жүрегіндегі сағыныш қайта оянатын. Қатын қатты қалап кетті. Жанар келін болып түскеннен кейін де, Ерлан кейде оның қылықтарынан бұрынғы әйелінің ұқсастығын байқап, іштей шошып кететін. Жанардың мінезі мен әрекеттері Ерланның жадындағы естеліктерді оятып, оған ұмытылмас сезімдерді қайта еске түсіретін. Бірақ ол бұл сезімдерді жүрегінде сақтап, оларды ешкімге білдірмеуге тырысты. Бір күні Жанар аулада тұрғанда, Ерлан қасына келіп, келін, шөп жинауға көмектесіп жіберсеңші деді. Жанар бірден келісіп, қолына тырма алып, Ерланмен бірге жұмысқа кірісті. Ерлан келіннің еңбекқорлығына тәнті болды. Оның үстіне Жанар ешқашан ашық әңгіме айтпайтын, әр сөзін орнымен айтып, үлкенге құрметпен қарайтын. Үй шаруасында да, ағайын туыстың ортасында да Жанар Ерланның абыройын түсірмейтін. Күндер өте келе, қайнаға мен келіннің арасында сыйластық пен құрметке негізделген жақын қарым-қатынас орнады. Олар бір-бірін түсініп, қолдап жүретін. Ерлан әрдайым Жанарды қолдап, ағайын туыс арасында келіннің беделін көтеруге тырысатын. Бір күні Ерлан ауыр жұмыс істеп жүргенде аяғын ауыртып алды. Жанар оны көріп, бірден дәрі-дәрмек алып келіп көмектесе бастады. Ерлан оған қарап, Жанар, сен нағыз ақылды келін екенсің. Саған рахмет деді шын жүректен. Осылайша, Ерлан мен Жанардың арасындағы қарым-қатынас уақыт өте келе сыйластық пен сенімге негізделген, туыстық байланысқа үлгі болатын деңгейге жетті. Жанар да өзіне көмектесіп жүргенін көргендіктен Ерланға іштей бір сезім тартып тұрды. Алайда оны ешкімге көрсетпеуге тырысты. Жанар да қайнағасының өзіне көмек көрсетуін ойлап, оны сыйлап құрметтеді. Уақыт өте олар бірге малқораны тазалайтын болды. Бірде Жанар Ерлан екеуі малқораны тазалап жатыр еді. Жанар мұзға тайғанап құлап қала жаздады. Ерлан оны артынан тұрып құшақтап үлгерді. Сол кезде екеуінің көздері түйісіп қалды. Ерлан оның белінен ұстап тұр. Ал екі көзі оның дүрдиіп тұрған екі емшегінде. Жанар да оның құшағында ұзақ тұрып қалды. Ерлан оны алдыға қарай тартып оны құшақтап алды, абайласаңшы деп одан көзін алмады. Жанар қайнағасының иығына қолын қойды. Шыдай алмаған Ерлан оны ернінен сүйіп алды. Жанар көзін жұмып қалды. Бұл дұрыс емес деп артқа шегінді. Айтшы, сенде мұны қаладың ғой, иә? Деді Ерлан. Жоқ, олай емес. Бірақ көзіңді жұмдың ғой. Менің иығыма қолыңды қойдың ғой.
Жанар үндемей төмен қарады. Ерлан сол сәтте оны қатты құшақтап сүйсуге тартты. Жанар оның құшағында еріп, ләззатқа батты. Оның асты суланып жатты. Ерлан оның жамбасына қарай қол жүгіртіп халатын түрді. Лыпасының ішінен оның бөксесін ұстап алды. Жанар бұлқынып оның қойнынан сытып шықты. Жоқ, мен бұлай жасай алмаймын. Ініңізді сүйемін. Бірақ соңғы кезде маған не болып жүргенін өзім де білмеймін. Сезімімді басқара алмай жүрмін, деді. Олай болса біз мұны неге жасырамыз? Жанар, сен де мен де бір-бірімізді қалаймыз. Мойында бас тартпа, деп ұстап алды да оны артқа шөптің үстіне жатқызды. Құмарлықпен оның халатының сырмасын шешіп үлгерді. Оның кеудесі ашық қалды. Ерлан оның кеудесінен сүйіп, оның кіндігіне төмен түсіп бара жатты. Жанар бұлқынып оның қойнынан шыға алмады. Алайда оны өзі де қалап жатты. Ерланның қолдары тез төмен жылжып жатты. Ал Жанар көзін жұмып, оның қолдарына ерік берді. Көптен бері әйел иісін аңсаған қайнағасы оның қос омырауын құшырлана сорды. Жанар тек балқып жата берді. Арасында екі қолымен оның шашын сипалап қояды. Көзін ашып оның ернінен сүйіп, неткен ыстық едің, деді құлағына сыбырлап. Қандай әдемі, сені бір көргеннен қаладым. Маған ертерек жолыққанда ғой, деп Ерлан оны іш киімін шешпек болғанда, Жанар тартқыншақтап қалды. Тез есін жиып, оны өзінен итермеледі. Жоқ, бұлай болмайды. Біз қателесіп жатырмыз. Мүлдем болмайды. Мен сіздің ініңізге олай жасай алмаймын. Жанар, тағы да сізге көштің бе? Бұл жерде тек екеуміз ғана. Басқа ешкім жоқ. Бізді ешкім де көрмейді. Тартынбашы. Екеуміздің арамызда қалады бәрі. Сен де қалап тұрсың ғой, деп өзіне тартып, белінен құшақтап оған жалынышты көзімен қарады. Жанар бір сәтке сезімге ерік берді. Алайда өзінің күйеуінің махаббатына опасыздық жасағысы келмеді. Кешір, біздікі қателік болды. Бәрін ұмыт, деп киімін реттеп үйге қарай жүгіріп кетті. Ерлан да біраз уақыт өткенде бұл ісіне қатты өкініп ұялып қалды. Арада біршама уақыт өтті. Ерлан көп ойлана ауылдан бір жолата кетуді ұйғарды. Ол үйде жүрсе өз келініне деген сезімі одан сайын үдей түсетінін жақсы білді. Одан тек өзі ғана қиналатын еді. Сол себепті ол қалаға ертесі күні кетіп қалды. Ал Жанар болса іштей оны қимаса да бәрі үшін осы қадам дұрыс болады деп ойлап қала берді.